Инвестициялауда сізге көмекші болатын EasyKZ каналына қош келдіңіз. Егер сіз 1000-2000 тұратын қымбат акцияларды сатып алғыңыз келгенмен ақшаңыз жетпеген соң ала алмай жүрсеңіз, осы видеоны көріңіз. Кейбір акциялар, мысалы Amazon, Meta сияқты компаниялардың акциясы мыңдаған доллардан асып түседі. Алайда, осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіздерге оларды қалай алуға болатынын және ETF-тің не екендігін жеңіл түрде түсіндіріп беретін боламын. Сонымен, бастысы кез келген адамның қымбат бағалы қағаздарды тиімді бағамен алып, инвестициялық портфель құра алатындығын айтқым келеді. Сізге бұл үшін ETF көмекке келеді. ETF дегеніміз кез келген сектор, индекс, тауар немесе активтің негізінде құралған биржалық қор. Жалпы айтқанда, дайын арзан бағадағы диверсификацияланған инвестициялық портфель. Мысалмен қарастырайық. Сіз тамақ ішкіңіз келді делік. Алайда, сіз тамақты дайындау үшін оған қосатын әрбір қоспаны сатып алуыңыз керек, ал ол қымбат бағаға шығуы мүмкін. Тамақты пісіру ұзақ уақыт алады, және тамақты пісіре алмай қалу тәуекелі де бар. Алайда, сіз дайын тамақты сатып ала аласыз. Кез келген асхана барлық керектерден жасалған дайын тамақты ұсына алады, және бұл өзіңіз жасағаннан тиімді. Бағалы қағаздармен де дәл солай. ETF қоры сізге әртүрлі бағалы қағаздардың жеке бір бөлігін алып, сізге қолжетімді бағада қор ретінде сатады. Осылайша, сіздің әрбір компания акциясын сатып аларда оны саралаудың қажеттілігі тумайды. ETF те қор нарығында қолданылады. Оны оңай акция сияқты сатып және сатып ала беруге болады. ETF әртүрлі активтерге негізделуі мүмкін. Ол тек акция ғана емес, облигация, жеке экономика секторына, индекске негізделуі мүмкін. Мысалы, S&P 500 индексіне негізделген ETF-ті сатып ала отырып, сол индекске кіретін Американың 505 үздік компанияларының әрбірінің акциясының бір бөлігін сатып ала аламыз. Бұл индекске негізделіп құралған ETF болып табылады. Бұдан бөлек, көгілдір фишкалы акциялардың ETF-ін де сатып алуға болады. Көгілдір фишканың не екендігін жоғарыда көрсетілген сілтеме арқылы өтіп көре аласыздар. Сіз сатып алған ETF индекске негізделген болса, индекс өскен сайын сіздің ETF-іңіз де өсіп отырады. Егер ел экономикасына негізделген ETF болса, сол ел экономикасы өскен сайын сіздің ETF-іңіздің бағасы да өсіп отырады. Егер сіз ұзақ мерзімге инвестиция жасағыңыз келіп, алайда қандай бағалы қағазды сатып алу туралы ойланатын уақытыңыз болмаса, ETF ең тиімді шешім. Себебі ол жақсы диверсификацияланған портфель құруға мүмкіндік береді, және қалаған сектор, индексті тиімді бағамен ала аласыз. Назарларыңызға рахмет. Видео оңай әрі сіздерге түсінікті болды деп үміттенемін. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк баса кетуіңізді сұраймын.